Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен желіде хит болып жатқан түрік халқының тәттісі восточная корзина пирогын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ең алдымен бір жұмыртқамызға қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Содан кейін ерітілген сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызға бір қасық қопсытқышымызды қосып аламыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырамыз. Алғашқы кезде қасықпен араластырамыз, кейін қолмен қамыр илейміз. Бізде жұмсақ қамыр пайда болады. Енді қамырымызды формамызға жақсылап орналастырамыз. Шет-шеттерін шығарып, үстіне дәндерімізді саламыз. Мен мейізді турап алдым, үлкен болғандықтан. Және грецкий орех қостым, кишмиштің екі түрінен салдым. Енді сгущенкамызды түгел жайып, үстінен құйып шығамыз. Лопатканың көмегімен тимей қалған жерлерін тегістеп, жақсылап жайып шығатын боламыз. Мен 220 градуста 40 минутта пісіріп алдым. Міне осындай қып-қызыл болып піседі. Астындағы қамыр түгел піскенше бетіндегі начинкалардың барлығы қызыл түске енеді. Видео сіздерге ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Тағамдар каналы.